Аяттан оқышым керек. Мысалы берілді тапсырма. Сүрелен бастап дұғалар басынан аяққа дейін оқышылады. Атын аталған кезде шығасыз, мына жерде оқышылады. Білетініңізді оқисыз, білмейтініңізді білмеймін деп айтасыз. Мына жерде төрешілер оған сызып отырады. Бірінші орын алатын адам бірден айтпай, бұл жерде енді біз қазір басында ойлағанбыз. Құранның махражы деп айтылатына, әдемілік, оқылуы, қатесіз оқылуына бірінші орында көңіл бөлеміз деп. Бірақ оған көңіл бөлесінде біз өзімізде дұрыс дәріс өткізе алмадық бұл жерде. Сондықтан оған жеңілдікпен қараймыз. Бірінші орында біз жаттауға қараймыз, жаттау. Мына берілген тапсырманы толықтай жаттап шыққан адам болса егерде, сол адам ол бірінші орынға ие болды. Соның ішінде кейін дұғалар берілген. Дұғалар мысалы дастарханның дұғасы деп айтамыз. Дастарханның дұғасын оқу керек деген кезде кім қандай дұғаны жаттаған болса, сендер мені қатыртсаңызшы. Кім қай дұғаны жаттаған болса, соны оқи беруге рұқсат. Жаназаның дұғасы деп айтамыз. Ол бірнеше дұға бар. Ішінде ең жеңілін жаттасаңыздар, сол рұқсат. Соны айтасыңыз рұқсат болады. Ал намаздың ішіндегі дұғаларды ол енді барлығына бірдей. Сондықтан жарысымыздың талабы осындай. Ода сіздерге дайындалуға рұқсат. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى جميع أمته إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Аса қамқор ерекше мейірімді Алла Тағалам, я Раббим Алла Тағалам оқып жатқан Құран аятын ең әуелі екі дүние арқылы болған пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам және артының үмметіне барша ла илаха иллалла Мұхаммед Расулалла кәлимасын айтқан мойынсұна және я Раббим мейірімді Алла Тағалам осы Алла Құранның нұрымен я Раббим осы кемшілік яратқан барша мұмин мұсылмандар бізде дәмелі қойыстан біздерден жақсы болған мұмин мұсылмандарға барша жерім осы рахым болған. Және Алла Тағала баршамыздың дұға тілектерін қабыл қабыл бүгінгі іс-шараға қатысып отқан барша Алла жастарға қатысушыларға Алла өзі жеңілдік берсін. Алла Тағала әрбіріміз шараларымыз Алла Тағала дінге деген Құранға деген Алла махаббатын сақтайтын іс-шараларымыз көбейтсін. Алла осы ой қатысып отқан барша азаматтарға Алла өзі разы болсын. Альхамдулиллахи раббил аламин. Қай азаматы болмасын, киелі кеңсай жерінде тербеліп өскеннен кейін, кіндік қаны тамғаннан кейін, балалары да, ұрпақтары да, үлкендері де өздерінің ақыл парасаттылық пайымымен ауданымызда кеңсайдың жаманаты шығып көрген жоқ. Осы береке бірліктеріңіздің арқаларында ақсақалды аталарымыз бен ақжаулықты аналарымыз аман болып, мынау азаматтардың осы кеңсай ауылының тумаларының жаңағы 81 жыл туған азаматтардың береке бірлігінің арқасында үлкен іс-шара өтіп жатыр деп білеміз. Қазір жастарды рухани тәрбиелейтін, отаншылдыққа, елге тәрбиелейтін, тәрбие беретін орталардың жоқтың қасы. Енді ауданымыздың орталығында ашылған медресенің балалары бар. Бүгінгі Кеңсай ауылының атқарып жатқан іс-шаралары өзге ауылдарға да үлгі болады деп ойлаймыз. Өзге ауылдарда да осындай жас ұрпақты тәрбиелейтін, адамгершілікке, үлкенді сыйлауға, кішіге ізеттілік танытуға, отанға, туған жерге қадір қасиетін білуге шақыратын осындай ізгі сауапты істер бола берсін деп айтқым келеді.
Енді кезінде өздеріңіз білесіздер, Мәшһүр Жүсіп деген бабамыз өткен. Сол Мәшһүр Жүсіп киелі Семей жеріне келе жатқан кезде алдынан Абай тосып алыпты дейді. Сонда Абайдың үйіне келіп келген Мәшһүрге ол Жүсіп аты Мәшһүр деп қойғаны дүниеге аты Алталашқа танылғаннан кейін Мәшһүр деген жанаматты ел берген екен. Сонда Мәшһүр Жүсіпке Абай былай депті: "Әй Мәшһүр, сен атың Алталашты қойып дүниенің төрт бұрышына мәшһүр бол. Сен көріп кел дейді. Сен білімді дейді. Сен бәрін білет дейді. Сен айтшы, Құдай қайда, жұмақ қайда" деген екен. Сонда Мәшһүр Жүсіп Абайға қарап бүйтіп айтқан екен: "Абайдың Құдайы қайда екенін білмеймін, менің Құдайым жүрегімде" депті. "Абайдың жұмағы қайда екенін білмеймін, менің жұмағым үйде" депті. "Мен үйіме асығам, үйіндегі жарым барымен қанағат тұтып жадырап қарсы алса, бала-шағам қасымда болса, менің жұмағым сол" деген екен. Сондықтан сіздердің кіші жұмақтарыңыз осы ауыл болса, береке бірліктеріңіз үйлеріңізде. Сондықтан Мәшһүр бабамыз айтқандай, құдайларыңыз жүректе болсын, жұмақтарыңыз үйде болсын. Осындай тек қана жақсылықта, ел береке бірлікте, ауданымыздың рухани өркендеуінде атсалысып жүре берейік. Сіздерге үлкен рахмет. Алла разы болсын. Онда болса, шәкірттеріміздің өнеріне жол берейік. Қайтты, достан да, дұшпаннан да. Алдамаған кім қалды тірі жанда? Алыс жақын қазақтың бәрін көрдім. Жалғыз жарым болмаса, аңдасаң да. Пайда үшін біреу жолдас бүгін таңда. Ол тұрмас бастан шыға қисайғанда. Онан менің қай жерім аяулы деп, бірге тұрып қалады кім майданда. Ендігі жұрттың сөзі ұрлық қарлық, саналы жан көрмедім сөзді қарлық. Осы күнде осы елде дәнеме жоқ, мейірғанып мәз болып қуанарлық. Байларда мал қызығын біле алмай жүр, жаз жіберіп күзәтімін алмай жүр. Сабылтып, күндірлатып жоғалтып, ызаменен ыржиып күле алмай жүр. Саудагер тыныштық сауда қыла алмай жүр, қолдан беріп қор болып ала алмай жүр. Ел уақта күш айтқан топта танған, арсыз жұрттан көңілі тына алмай жүр. Естілерде ісіне қуанбай жүр, ел азды деп надандар мұңаймай жүр. Ала жылан аш бақа күпілдіктер кісекенде бұлықтан ұялмай жүр. Биіктікте біреу бекіп тұра алмай жүр, одағы ұры қарды тыя алмай жүр. Қарсылық күнде қылған телі тентек, жаза тартып ешбірі сұра алмай жүр. Қарындас қара жерге тыға алмай жүр, бірінің бірі сөзі құд алмай жүр. Құда тамыр дос жарым, қатын балаң, оларда бір қалыпты бола алмай жүр. Көптен текті жыға алмай жүр, іште жалын дерт болып шыға алмай жүр. Арақ ішкен мас болған жұрттың бәрі, не пайда, не залалды біле алмай жүр. Жетілтіп шаш сайлауға қона алмай жүр, күз күзеуле жанжалсыз бола алмай жүр. Қыз қыстауын қып-қызыл ол бір пәле, оралып ешбір шаруа оңа алмай жүр. Жасы кіші үлкеннен ұялмай жүр, тұрап сақтардан тісі тыя алмай жүр. Сәлем бұрыш сөз қулық болғаннан соң, қандай жан сырттан сөз болып тұра алмай жүр. Рахмет. Сіңіріп жүрген ұрпақтарымыздан ертең шынымен ел жанашыры, дін жанашыры, халқын қамын ойлайтын азаматтар шығатынына біз нақты сене аламыз. Өйткені бұл қазақ, өздеріңіз білесіздер, балаларды ұрпақ тәрбиелеген кезде осындай жырларды, дастандарды, насихалы, бір ғибратты әңгімелерді жаттатқызып тәрбиелейтін болған. Оны жаттаған бала көкірегіне сіңіріп, оны бойынан шығара алады. Ал бұндай сөздер бойында жоқ болғаннан кейін, оның орны бос тұрған жерге шайтан малғын ібілістің азғындығы толып алады екен. Адамның жүрегінде қашан бос орын болса, сол кезде оған азғындық толады. Сондықтан балаларымыздың жүректе еш уақытта осындай нәрсенің бос болмасын. Медресеміздің негізгі бағыты да осы болған. Зайсандағы оқытып жатқан медресеміз балаларымызды тек қана оларды мынау арабша оқытып, арабша сөйлетіп керек деп жатқан, оның барлығын молда қылып керек деп жатқан ешкім жоқ ол жерде. Тек қана ертең үлкен ел азаматы болған кезде халқының қамын ойлайтын, елінің, тілінің, жерінің қамын ойлайтын, ешқандай жемқорлыққа бармайтын, нашақорлыққа, зинақорлыққа, зұлымдыққа бармайтын бір ел азаматтары болады ау деген үмітпен осылай медресемізде шәкірттерімізді тәрбиелеп жатырмыз. Алла нәсіп етсе, сондай медресеміз осы ауылымызда да ашылсын деп біз дұға етіп қояйық. Ауылымыздың балалар көршісі қаншама. Осылар осындай медреседе тәлім тәрбие алсын деп дұға қылайық иншалла. Ондай болса қазір енді жарысымызды бастауға
жол береміз. Қазір мына жарысқа қатысушылар арт жағымыздағы дауысты тыңдап отырыңыздар. Аттарыңыз аталған кезде бері қарай шығып кезек-кезекпен өздеріңіз қатыса бастайсыздар. Бірінші сол жастардан бастайық. Серіков Мейіржан бауырымыз шақырады. Ал, бисмилля. Бері қарай жақынырақ кел, мына жердегі. Серіков Мейіржан. Бұл құранқат жаңа ғана қарындасымызбен мешітке сыйлап келіп көрші. Қазақтар түсінсеңіз, кеп оқығандар ол қазақта мағынасы болып деп түсіндірді. Dayın oluyor. Sal deniz var. Al mine başlayırız. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر عاشق إذا وقب ومن شر النفسة في العقد ومن شر عاشق إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والفتح إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Бәрекелді. Енді асықпай. Енді намаздың дұғалары бар. Білесіз ғой қандай дұғалар тапсырма берілген. Азанның дұғасынан бастаймыз. Кейін намазың соңындағы айтылатын дұға, көлік дұғасы, дастархан дұғасы бар.
бәрі келеді. Ішінде құнт дұғасы бар, ат-тахият бар, салауат бар, Аллахума салли бәрік барлығы бар. Қайсысын басынан бастап соны айта бер. Аллахума салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Аллахума барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Аллахума ини аузу бика минал хуси вал хабайс. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ханака дұғасы. Подсказка беріп отырған жоқ ешкім. Тек қана тапсырманың айтын айтып жатырмыз. Қандай тапсырма екенін. Субханака дұғасын айтамыз. Subhanaka Allahumma wa bihamdika tabaraka smuka tabaraka smuka. Рахмет. Білмесе білмеймін деп айтсын. Білмей жатқандарыңыз болса білмейміз деп айта берейік. Отыра бер. Намаздың ішіндегі дұғалар бар ғой, жаңағы рукухта, сәждеде, ат-тахиятта отырғанда. Дұғалардың қайсысын білесің? Азан дұғасын? Дастархан дұғасы. Дастарханда отырғанда бірінші оқылатын дұға. Микрофонды алып оқы. Көлікке отырғанда оқылатын дұға. Көлікке? Негізгі өміріміз... Үйден шығарда оқылатын дұға бола ма? Үйден? Ол тапсырманың ішінде жоқ қой. Жақсы, рахмет. Алла разы болсын. Мына айтылған дұғалар, рахмет, бір қолдау көрсетпеңіздер бауырымызға. Айтылып жатқан дұғалар өте маңызды дұғалар. Көлікке отырғанда қазір өздеріңіз көріп жатсыздар, қаншама апаттар болып жатыр, жол апаттары, адамдар қаншама жаңағы зиян шегіп жатыр. Сол көлікке отырғанда арнайы дұғаны оқып жүретін болса, ол адам сондай апаттардан амандықта болады. Одан кейін жаңағы дастархан дұғасы бар, намаздың ішіндегі дұғалар бар, осылар тапсырма берілген болады.